Қыздар, менің нем өшіп қалды ғой, 1 сағаттан асып кетті, оказывается, мән бермеппін. Қазір жалғастырамыз. Қазір мен немді тағылайын. Біз вот торч инфекцияға келдік, та? Ой, здесь что тут? Вот смотрите, торч инфекция жаңа айттым да, токсоплазма и ЦМВ-ға келдік, та? ЦМВ инфекция. Бізде, сейчас мынаны өшіріп тастайын. Бізде ЦМВ инфекция. Бұл айттым да, әлемдегі адамның 99%-не кездеседі бұл. Қалыпты жағдайда емес, вообще біз көп адамдар уже кішкентай кезінен жұқтырып қоямыз да. Интерпретация, вот, қараңыздар. Егер де сіздер жүкті әйелдер, например, да, сіздерге гинекологтарыңыз вдруг ЦМВ, ВПГ, торч инфекцияларға тапсыртқызып жатса, то есть ЦМВ деген цитомегаловирус инфекция және вирус простого герпеса бұларға тапсыртып жатса, осылай интерпретация жасайсыздар. Қараңыздар. Если иммуноглобулин G деп тұрған, это хронический, то есть вы давно уже перенесли деген сөз. Сіз бұрында оны жұқтырғансыз. А М деген, сіз, значит, жақында ғана жұқтырған деген сөз. Ол острый процесс деген сөз. М болса қауіпті, а тек қана М отрицательно, а G сіздің қауіпсіз отрицательно болатын болса, то есть М отрицательно, G ғана положительно болса, онда қорқудың қажеті жоқ. Даже если сіз жүкті болсаңыз да, главный, қайтадан сіз жұқтырып алмауға тырысуыңыз керек, та? То есть грипп сияқты аурулармен ауырып қалмауға тырысуыңыз керек, потому что грипп сияқтыға ұқсас болады бұл. ЦМВ инфекцияның сонысы ғана жаман. А так ол барлығында да бар. Мысалы, менде де бар, басқа адамдардың көп, әлемдегі адамдардың көбісінде бар. Бірақ бұл көбінесе гигиена строго қажет етеді. Иммуноглобулин G положительно болса қорықпаңыз. Ал иммуноглобулин М, то есть М түрі, мына жерден қараңыздар, болмаса өздеріңізге скрин жасап суретке түсіріп алыңыздар, осындай болатын болса. Қай жерде қорқу керек, қай кезде қорықпау керек, сол туралы жазып қойдым. Қараңыздар, міне. G отрицательный, М отрицательный болса, значит, сіз бұны жұқтырмағансыз, ешқандай инфекция жоқ деген сөз. Бірақ G положительный, М отрицательный болатын болса, ЦМВ инфекциядан G, то есть сіз бұрында жұқтырғансыз, сізде иммунитет бар деген сөз, қорықпаңыз. Ал М, то есть острый, сізде острый процесс ешқандай да жоқ деген сөз. Үшінші, егер де екеуі G отрицательный, да, сіз бұрын жұқтырмағансыз, бірақ М положительный болса, значит, сіз жақында ғана жұқтырғансыз. Бұл өте опасно. Бұл кезде уже гинекологыңызға айтып, бұл кезде уже лечение алу керек. Бұл кезде көбінесе негізі емі 100% жоқ та, бірақ препараттар бар қолданылатын да, үлкен сроктарда. Біз мысалы биофлазид деген сияқты әртүрлі препараттар қолданамыз. Бірақ если плодпен бақылап отырамыз, УЗИ плодамен бақылап отырамыз, вдруг балада какой-то ақаулар шығып жатса, үлкен сроктарда көбінесе шықпайды, олар ранний срокта көбінесе шығып жатса, біз онда оны жаңағы обследованиеге жібереміз. Керек болса, может, прерываниеға жіберіп қалуымыз мүмкін. Бірақ Құдай сақтасын, сол үшін өздеріңізді күтініп жүріңіздер. Одан кейін предлежание плаценты. Жаңа айттым да, сіздерге плацента бұл ұрық жолдасы. Ұрық жолдасы қалыптыда матканың алдында, немесе артында, немесе боковой стенкаларында орналасады. Өздері УЗИде жазылып тұрады. Плацента по передней стенке, немесе плацента по задней стенке, немесе плацента по боковой стенке деп. Кейбір әйелдерде плацента низко расположенный, немесе предлежание дейді. То есть егер родовой путь бар ғой, аналық жатыр мойны бар, сол жатыр мойнын плацента басып қалса, бұл предлежание плацента деп айтады. Онда кезде уже өзің босануға болмайды, қыздар. Ол кезде уже кесіріп қалады. Өйткені өзің босанып бала сол жермен шығуға талпынатын болса, ал ол жерде плацента тұрса, жатыр мойны шығатын жерде, онда сізге босану қиын болады. Қан кетуі мүмкін. Бұл өте опасно. Бұл кезде кесіріп қалады. Бірақ кейбір ондай көп нәрселер, предлежание дегендер көбінесе робец болғандарда, то есть предыдущий беременностьте кесіріп болған әйелдерде көп кездеседі. Сондықтан қабай болыңыздар. УЗИді тексеріп, УЗИге түскеннен кейін гинекологтан сұраңыз барлығын. Осылай дұрыс па? Мысалы, ол ұмытып кетуі мүмкін, есінен шығып кетуі мүмкін, мән бермеуі мүмкін да, сол үшін сұраңыздар өздеріңіз үшін барлығын. Егер предлежание плаценты немесе низкоплацентация деп сіздерге кеп тұратын болса, ол кезде уже жыныстық қатынасқа түсуге болмайды, ауыр нәрсе көтеруге болмайды, физический нагрузка тоже болмайды, қыздар.
Енді қағанақ суы дегеніміз бұл околоплодные воды. Околоплодные воды бұл не ол? Баланы қоршап жатқан су. Ол баланы неден қорғайды? Сіз кішкене құлап бір жерге ішіңізді соғып алсаңыз, не істеп қалсаңыз, травмадан қорғайды. Баланың кіндікке оралып қалмас үшін керек қоректік заттардың, питательный заттардың ортасы, антибактериальный инфекциялардан баланы көп қорғайды. И баланың еркін қозғалу үшін өте қажет. Қағанақ суы мен сіздерге мана басында айтып кеткем қалай пайда болатын. Баланың зәрінен және жұтынуынан пайда болады. То есть бала зәрді өзінің жаңағы питательный веществоларын бүйрек арқылы шығарады, зәр шығарады, потом оны айналғы ретінде жұтады, шығарады. Сол үшін қыздар УЗИде көбінесе кейбір әйелдерге многоводие немесе маловодие деп береді, да? Многоводие, маловодие деп берсе, міндетті түрде біз сіздерді доплерографияға жібереміз, яғни сізбен баланың арасындағы сосудтарды көруіміз керек. Не үшін ода су аз болып жатыр, не үшін су көп болып жатыр деп. Су аздық, су көптікті біз мынандай индекс амниотической жидкости арқылы білеміз. То есть мына жерде жазылмаған, бірақ УЗИден көрсеңіз болады. УЗИларыңызды көріңіздер, өздеріңіз сол жерде жазылып тұрады. IAJ деп, IAJ деген нормасы 50 мен 240-тың арасы. То есть 240-тан көп болса многоводие, 50-ден аз болса маловодие деп айтамыз. Олардың арасында болса нормада. То есть в нормальном количестве или норма деп жазулы тұрады. Сол кезде ғана норма. Маловодие или многоводие болса, біз міндетті түрде доплерография пладаға жібереміз. Өздеріңіз үшін барыңыздар, отказ жасамаңыздар. Кейбіреулер болады, отказ жасайды. Многоводие себептері не себепті болуы мүмкін? Көп ұрықтық жүктілік болса, то есть егіз болса, гестационный диабет, то есть қант диабеті бар әйелдерде, балада какой-то хромосомный заболевание болса, ақаулар болатын болса да, например, резус конфликт, то есть қаны теріс жүкті әйелдерде болуы мүмкін, немесе какой-то инфекциялар болса, солардан болуы мүмкін. Су аздықта тоже сондай. То есть баланың какой-то порогтар болуы мүмкін, хромосомный заболевание или различные инфекции жұқтырған, содан болуы мүмкін. Сонымен қатар іш қату және геморройға, варикозға тоқтала кетейік. Бұл неден пайда болады? Жүктілік кезінде бізде жаңағы айтқан прогестерон гормоны бар ғой, сол прогестерон гормонының есебінен пайда болады. Өйткені прогестерон гормоны барлық ішектерді, асқазан ішек жолдарын, мына өңешті бәрінің жаңа перистальтикасын нашарлатып тастайды да. Сол үшін сіздің ішкен жегеніңіз не өтпейді, ішкен жегеніңіз құсасыз, немесе жеген сіңірілген нәрсеңіз арқарта шықпайды, то есть запор болады да, например, іш қатып қалады. Бұндай кезде біз қалай көмектесеміз? Жүкті әйелдерге іш қату кезінде единственный препарат ол дюфалак. Дюфалактан басқа препараттар болмайды. Сосын геморрой. Геморрой ол бізде неден пайда болады? Нагрузкадан пайда болады. Нагрузка, то есть сіз ауыр нәрсе көтересіз, еще плюс ішіңіз маткаңыз өсіп жатыр. Ол матка өскен сайын сізге жаңағы аяқтарыңызға давить етеді, веналарыңызды шығарып жіберуі мүмкін. Сонымен қатар жаңағы ішіңіз қатып қалса, жаңа іш қатады ғой, сол кезде қатты күшенсеңіз, сол кездерде шығып кетеді көбінесе геморройда. Геморрой кезінде ең бірінші қолдануға болатын свечалар бұл натальсид, ультрапрокт деген, немесе ультрапрокт, осыларды қолдануға болады жүктілік кезінде, яғни симптомдарын ғана басады бұлар. Бірақ сіздің геморройыңызды толық жоқ қылып жібермейді бұлар. Бұлар только симптомдар. Например, геморрой бар әйелдерде астық қышуы мүмкін, қызарып кетуі мүмкін, немесе қанауы мүмкін үлкен дәретке барғанда, сол кезде осылар жақсы көмектеседі. Бірақ кейін босанғаннан кейін узелді негізі алып тастау керек та. Сол ғана түбегейлі жолай аласыз. Ал былай только симптоматически. Варикоз кезіндегі препараттар бұл венадиол, то есть венатоники әртүрлі препараттар. Аяғыңызда варикоз болса міндетті түрде сосудистый хирургтан өтулеріңіз керек. Аяқтарыңызды УЗИға түсірулеріңіз керек. УЗИ вен сосуды тромб бар ма жоқ па білулеріңіз керек. Сосын препараты венатоники, жаңа мен айтқандай венадиол, флебодия деген сияқты таблеткалар болады. Осы таблеткаларды ішсеңіздер болады. Сонымен қатар эластичный чулки обязательно киюлеріңіз керек, бандаж носить етулеріңіз керек. Осы қыздар. Енді отеки. Отеки бұл жүктілік кезінде міндетті түрде болуы мүмкін, норма. Бірақ
қандай кезде қауіпті? Генерализованный отеки, то есть сіздің бетіңіз, аяқ қолдарыңыз, бүткіл жеріңіз ісіп, ішіңізде ісіп кетеді. Кейбір әйелдер ішіне су жиналып қалады. Бұл асцит деп аталады. Бұндай кезде өте қауіпті. Бұл кезде уже гинекологқа барып госпитализация жасау керек. Сіздің жаңағы зәріңіздегі белокты тексеру керек и давлениеңізді өлшеу керек. Міндетті түрде. Ал егер давлениеңіз норма, тек қана жай ғана азғантай аяғыңыз ғана ісінген болса, белогыңызда, зәріңізде белок жоқ болатын болса, онда ол кезде просто наблюдать етеміз. Почечный чай береміз сіздерге, болмаса канифрон, то есть фитопрепараттар береміз, бақылаймыз. Кейбір отектар уже босанғаннан кейін кетіп қалады. Ал если оның үстіне давление мен белок қосылатын болса мочада, онда ол кезде қауіпті. Сіз ол кезде уже дәрігерге баруыңыз керек, сізді госпитализация жасау керек, сізге дәрілер беру керек. Ол кезде уже қауіпті болып есептеледі, қыздар. Болды қыздар, осымен назарларыңызға рахмет. Кейбір сұрақтарды айтылмай қалып жатса, ойыңыздағы сұрақтарды біле алмай жатсаңыздар, маған WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен қазір пока жұмыста боламын. И кешке қолым босаған кезде міндетті түрде сіздерге аудиозаписпен жауап беремін. Тыңдағандарыңызға рахмет, қыздар. Бұны сақтап қоямын.